Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі бауырдан жасалған рулеттің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге ең алдымен бауыр қажет. Кез келген малдың бауырын пайдалансаңыздар болады. Менікі сиырдың бауыры. Өзіме ыңғайлығы бұсақтап турап алып, ет тартқыштан өткізіп аламын. Сіздер блендермен ұсатып алсаңыздар да болады. Мінеки ет тартқыштан өткен бауырымның үстіне жұмыртқамды, тұзымды, бұрышымды, ұн қосамын және сарымсақ қосып, басы біріккенше жақсылап араластырып алатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемдерін видеоның астына описанияда жазып кетемін. Бұл рулет өте дәмді шығады. Ортасына салатын салманы өз қалауларыңызша салсаңыздар да болады. Енді кезекте табама пергамент қағазын төсеп, жақсылап майлап аламын. Май толықтай қағазымның барлық жеріне тиюі қажет. Егер де пергамент қағазыңыздың сапасы жоғары болса, майламасаңыздар да болады. Енді осы пергаменттің үстіне жаңағы бауырымды бір араластырып жіберіп, құйып жайып шығамын. Қасықтың көмегімен немесе мен сияқты силикон қалақшасының көмегімен жұқалап жайып шықсаңыздар болады. Аса қатты қалың қылудың қажеті жоқ. Жұқа болса біздің рулетіміз әйбат болып шығады. Енді осы рулетімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутта пісіріп аламыз. Бауырымыз піскенше ортасына салатын салмамызды әзірлеуге болады. Мен майонезге укроп араластырдым. Укроп қоспай жай майонез жақсаңыздар да болады. Мінеки осындай масса болу қажет. Міне біздің 15 минут уақытымыз өтті. Бауырымыз пісті. Енді осы бауырымызды оттан алып, тағы бір пергамент қағазына, таза пергамент қағазына төңкеріп, пісқан пергамент қағазын алып тастауымыз қажет. Бауырымызды сындырып алмай, қолдарыңызды күйдіріп алмай, ақырындап алып тастап, таза пергамент қағазына рулет тәрізді орап қоямыз. Осы қағазбен қосып, осы қағазда суы қажет біздің бауырымыз. Енді осы суығаннан кейін үстіне барлық жеріне жаңағы укроп пен майонезді жағып шығам. Укроп жоқ болса, енді өз қалауларыңызша тек қана майонез жақсаңыздар да болады, немесе творожный сыр жақсаңыздар да болады. Бірақ майонезбен укроп жаққан өте ұнады. Мінеки енді үстіне сырды жайып шығатын боламын. Осылай туралған үккіштен өткізсеңіздер де болады. Менікі мына жерде плавленый сыр. Енді осы бәр жеріне жайып болғаннан кейін рулетімді видеодағыдай ораймыз. Жақсылап орап алғаннан кейін осы қағазыма қайтадан ораймын дағы тоңазытқыштың ішіне 2-3 сағатқа қоямыз. Біздің массамыз бәрі бірігіп, формасын сақтап тұратындай болу керек. Мінеки 3 сағат өткеннен кейін біздің уже бауырымыз дастарханға қоюға болады. Пышақпенен қиғаштап қисаңыздар өте әдемі болады. Мінеки ортасы осындай болды. Ортасына салманы өз қалауларыңызша салсаңыздар да болады. Видеоны менімен бірге қарағандарыңызға рахмет. Менің арнамда әлі талай дәмді рецепттер болады. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болғаны арайлым. Ас болсын.